Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай қолдан дайындалған үй жағдайында жасайтын пряниктердің рецептімен бөлісемін. Өте оңай және жылдам жасалатын, балалар жақсы көретін осындай пряниктер. Алдымен бізге керегі жұмыртқа, яғни осындай жұмыртқа мен жұмыртқаның сарысы мен ағын екіге бөліп алдым, яғни сарысынан енді осы пряниктерімізді дайындаймыз. Яғни 2 жұмыртқа, 3 жұмыртқа болсын, қалауыңызға қарай дайындай бересіздер, яғни пряниктің мөлшеріне қарай. Осыған мінекей пряникке қант қосып араластырып алдық. Қант азғантай ерігенше, одан кейін сүт қосамыз. Сүттің де осылай араластыра бастаймыз, қосып жұмсақ болу үшін, қантымыз еру үшін. Одан кейін бізге керегі сұйық май, яғни сұйық майды мен өлшемедім, бірақ пряниктердің жобасына қарай сіздер 100 грамм қоссаңыздар да болады, аз болып шығар, 150 грамм сұйық май қосса болады. Мен осындай азғантай 100 граммдай сұйық май қостым. Неге барлығын араластырып алдым. Одан кейін бізге керегі айран, қолдың айранын жаңағыдай ашып тұрады да күшті. Сол кезде сіздер не қоссаңыздар болады, яғни жаңағыдай нан сода, пищевой сода қосуға болады. Бұл қосқан кезде көтеріліп тұрады. Ал егер пищевой соданың дәмі шығады десеңіздер, кәдімгі разрыхлительді қосу керек. Бірақ мүмкіндігінше көптеу қосқан дұрыс разрыхлительді, өйткені пряниктеріміз көтерілу үшін. Одан кейін осы ұнымызды електен өткіземіз, жақсылап бәрін ұнды електен өткізіп алған дұрыс. Сол кезде біздің пряниктеріміз, тіпті барлық нәрсеміз күшті көтеріліп, өте вкусный болып тұрады. Сол үшін де електен өткізген дұрыс. Қамыр қатты болып қалмау керек, қолға жабысатындай жұмсақ қамыр болу керек. Егер қатты болып қалса қамыр, онда пряникімізде қатты болып қалады. Сол үшін бізге жұмсақ қамыр илеу керек. Мінекей осындай болып шықты біздің қамырымыз, қолға жабысатындай. Осыны оқтаудың көмегімен аздап жайып аламыз. Қатты жаюға болмайды. Мен басында қаттырақ жайып жіберіппін, сондықтан пряниктерім шамалы кішкене көтеріліңкіремей қалды. Мүмкіндігінше қалыңдау қылып жайған дұрыс пряникке, өйткені жаңағыдай жұқа болып қалуы мүмкін пряник. Сол үшін қалыңдау қылып жайыңыздар. Мен мына жерде видеода жұқалау қылып жайып жіберіппін. Ештеңе қылмас, содан кейінгілерін қалың қылып жайдым. Мінекей осындай қылып мөлшерде бәрін істеп аламыз. Пряниктерімізді дөңгелектеп, мен осындай стаканның көмегімен дөңгелектедім. Сіздерде арнайы печенье пісіретін ыдыс болып жатса, онда соның көмегімен дөңгелектеп алсаңыздар болады. Мінекей осындай қылып бәрін дөңгелектеп алып, енді 180 градусқа пісіріп аламыз, яғни газымызға. Одан кейін жұмыртқаның ағы болды, сол ағын бөлек сахарный пудра қосып отырып, сахарный пудра тез еритін болғандықтан сахарный пудра қостым. Сіздер қант қоссаңыздар да болады еру үшін. Осыны жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей миксердің көмегімен жаңағыдай қоюлау қылып, осындай ағын осындай қылып алдым, көпіршітіп. Енді осыны пряниктерімізге, піскен пряниктерімізге жаға бастаймыз. Пряниктеріміз жаңағыдай щетканың көмегімен жақсаңыздар да болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай жаға бересіздер. Бірақ өте біркелкі әдемі болып жағылса, күшті болып көрінеді пряниктеріміз, әдемі болып дастарханға қойсаңыздар да. Сондықтан мен сондай щетканың көмегімен жағып алдым барлығын. Болмаса ыдысқа салып, жаңағыдай бір кесеге болсын, үлкендеу ыдыстар болсын, қолдарыңызда бар нәрсеге осы жұмыртқаның көпіршігін алып, ыдысқа салып, біздер батырып алсаңыздар да болады пряниктерді, өз ыңғайыңызға қарай. Мінекей осылай қылып батырып алдым. Бәрібір қалай жасап отырсаңыздар да ыңғайлы, өздеріңізге ыңғайына қарай жасай бересіздер. Пряниктеріміз осындай болып шығады, өте дәмді. Біздер жұмыртқаның ағымен тәттіні, сахарный пудраны қосқандықтан дәмі де тәтті, өзі де тәтті, прямо пряник болып шығады.
сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай әрі жасалуы шығатын пряник мінекей. Жұмсақ пряник, кәдімгі дүкеннің прянигі болып шығады.